Сәлем достар, бүгін сіздермен ет домалақтарынан жасалатын тамақтың рецептісімен бөлісемін. Бізге керек ет шарлары, сәбіз, пияз, картоп, тәтті қызыл бұрыш және сары бұрыш, сарымсақ. Ет шарларына тұз, бұрыш және кішкене су құйып, кішкентай домалақшалар жасаймыз. Ал көкөністерді ұзынша майда етіп турап аламыз. Енді осындай домалақшаларымызды ұнға аунап, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Бір жағы қызарып қуырылғанда екінші жағына аударып, екінші жағында дәл солай қызарғанша қуырып аламыз. Жан жағы қуырылғаннан кейін бөлек ыдысқа майдан ет шарларымызды алып қоямыз. Орташа отта пиязымызды сол ет шарларын қуырған майда қуырып аламыз, шамамен 2-3 минуттай. Сәбіз және сарымсақты салып қуырамыз. Тұзымызды саламыз, томат пастасын саламыз және соевый соусты құйып, тағы да қуырып аламыз. Картопымызды салып, қуырып аламыз. Картопымыз сәл жұмсарғанда үстінен тәтті бұрышымызды салып, шамамен 2-3 минуттай қуырып аламыз. Көкөністердің үстінен ет шарларымызды салып, үстінен 1 стакан су құямыз. Қақпағын жауып бұқтырамыз. Шамамен 10-15 минуттай. Дәмді тамағымыз дайын болды. Мен гарнирға спагетти пісірдім. Күрішпен де, пюремен де, гречкамен де бола береді. Өте дәмді шығады. Өте оңай дайындалады. Жасап көріңіздер. Лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.